Қадірменді тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік бағдарламасы. Студиямыздың қонағы Анар Мұратқызы, тіл маманы. Анар ханым, енді қазіргі сауалымыз сөз стильдері және олардың ауызша формадағы көрінісі жайлы болмақ. Осын тарқатып айтып берсеңіз. Бізді тыңдап отырған аудитория қазақ тілін үйренушілер болады ғой, негізінен. Енді өзімнің ойым сондай. Жастар болуы мүмкін. Жастар болуы мүмкін. Тіпті тілді білсе де, осы қазақ тілі туралы жаңа ақпарат іздеп жүргендер болуы мүмкін. Енді сол кісілер мүмкін білетін шығар, мүмкін білмейтін шығар, бірақ бір нәрсені осы студияны пайдаланып айтқым келеді. Қандай тіл дамыған тіл деген кезде, ең бірінші ауызға келетін жауап стильдік тармақтар сараланған тіл, дамыған тіл. Тіл танушылардың беретін аузына бірінші келетін жауап осы. Біздің қазақ тіліміз соған жата ма? Әрине жатады. Бүгін біз осы стильдер туралы сөйлесеміз. Енді мынау тіл тану ғылымында қалыптасқан негізгі 5 стиль бар. Тіл танушылардың анықтап отырған. Бірақ өмір біздің сөзіміздің өмір сүруінде осы 5 стиль тап-таза күйінде кездеспейді. Өмірде, қоғамда таза тек қана ресми стильдің ғана элементтерінен тұратын мәтіндер кездеспейді. Тек қана ғылыми стильден тұратын мәтіндер кездеспейді. Міндетті түрде ол мәтіннің ішінде, ол ауызша мәтін болсын, жазбаша мәтін болсын, міндетті түрде басқа стильдің элементтері ішінде қосылып, араласып жүреді. Осы нәрсені ескеру керек. Сондықтан, мысалы, мынау ресми іс-қағаз стилінің мәтіні деген кезде, оның ішінен бір публицистикалық стильдің немесе көркем әдебиет стилдің элементін көріп қалып, бұл ресми іс-қағаз стилінің мәтіні емес деп айтуға болмайды. Енді қандай стильдер бар дегенде, біздің тіл мәдениетінің ғалымдары стильдерді 2 үлкен топқа бөледі. Біреуі сөйлеу стилі, екіншісі кітаби стиль. Сөйлеу стилінің ары қарай тармақтары жоқ. Сөйлеу стилі ауызша түрде ғана жүзеге асады. Жазбаша түрдегі формасы сөйлеу стилінің жоқ. Ал кітаби стиль 4 тармаққа бөлінеді. Оның біреуі ғылыми стиль. Ол білім беру жүйесінде, ғылыми зерттеулер жүйесінде, ғылыми ортада жүзеге асады. Екіншісі көркем әдебиет стилі. Ол мынау көркем әдебиет стилі өнерде, тіл өнерінде жүзеге асады. Тіл өнер саласында. Онда жазушылардың мәтіндер осы көркем әдебиет стилінде дайындалады. Одан кейінгі стиль ресми іс-қағаз стилі. Ресми іс-қағаз стилі ол мынау ресми қарым-қатынаста жүзеге асады және ресми қарым-қатынастың орындалуын қамтамасыз етеді. Бұл енді өздеріңіз жақсы білесіздер, мекемелерде, мемлекеттік емес, тағы басқа мекемелерде егер сіз сөйлейтін болсаңыз, сіз осы ресми қарым-қатынас стилінің талаптарына сәйкес сөз қолданысыңызды таңдайсыз. Одан кейінгі бір стиль, ол публицистикалық стиль. Ол Самат, мына сіздердің салаларыңызда журналистердің, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің стилі осы стиль. Енді осы 4 түрлі стильде мен қалай сөйлеймін? Мен тілді жаңа үйреніп жүрмін ғой. Бұлардың ерекшелігі не? Мен оның сөздерін жаттаған жоқпын. Ресми стильге тән сөзді бөлек жаттаған жоқпын деп қиналатын жағдайлар болады. Болады. Бізде тіл үйренушілер. Ол кісілерге айтам, ол асықпай келеді. Сіздер оның сөзінде жаттайсыздар, сіздер оның уақыт өте келе құрылымдарында үйренесіздер, бірақ қай уақытта да көмектесетін бір кеңес бар. Ол мынандай. Осы 4 түрлі кітаби стильдің басым бір мақсаты бар. Басым деп отырғаным, оның мақсаттары көп, бірақ ішінде біреуі басым болады. Мысалы, ғылыми стильдің мақсаты не? Қалай ойлайсыз, Самат? Ғылыми стильдің мақсаты сол ғылыми дәлелденген дүниені жеткізу. Дұрыс айтасыз. Болып жатқан оқиға, құбылыс туралы немесе зат туралы объективті ақпарат беру. Яғни сіз бұл жерде объективті болу үшін енді біреудің эмоциясы туралы, өзіңіздің эмоцияңыз туралы немесе біреудің көзқарасы туралы жазбайсыз, сіз бірнеше көзқарастарды келтіресіз, дәлелдейсіз, сосын терминдерді қолданасыз. Мінекей. Ал енді көркем әдебиет стилінің мақсаты не? Көркем әдебиет стилінің мақсаты көркемдеп оқырманға жеткізу. Ол жерде қосылуы мүмкін нақты болған оқиғаға.
ол жерде дұрыс айтасыз, жақындап қалдыңыз. Көркем әдебиет стилінің бірінші мақсаты оқырманның эмоциясына көркем образдар арқылы әсер ету. Бір қызығы қараңызшы, сіз ғылыми стилді оқығанда сізде ешқандай эмоция болмайды. Ғылыми стилдегі мәтіндер. Бірақ сіз көркем әдебиет стиліндегі мәтінді оқысаңыз, әр түрлі эмоцияларға салынасыз. Біресе толқисыз, біресе қайғырасыз, біресе күлесіз. Міне мақсаты, негізгі мақсат сол. Әрине басқа мақсаттар бар. Енді публицистикалық стилдің негізгі мақсаты бұл адамның ерік жігеріне әсер ету. Сіз журналист, сіз мақала жазғанда, мысалы сіз мысал ауруханада бір дәрігер бір баланы аурудан құтқарып қалыпты. Ол оқиғаны сіз айтқан кездегі мақсатыңыз сіз сол фактіні көрсету емес, сіз ана оқырманның сол дәрігерді жақтауын қалайсыз. Сол дәрігердің дұрыс деп оған баға бергенін қалайсыз. Яғни оның ерік жігеріне әсер етесіз. Бағалауыштық қызметін тудырасыз. Мысалы, сол себепті газеттерде дәрігер демейді, енді журналист оны ақ халатты Абзалжан дейді, оған баға береді, оның Абзалжан екенін айтады. Міне газет публицистика стилінің негізгі мақсаты волюнтативтік дейді, ерік жігеріне әсер ету. Немесе мысалы Нұр Отан партиясы жазғанда сіз Нұр Отанның не деген керемет жақсы екенін ғана айтуды көздеп тұрған жоқсыз, ар жағында сіз Нұр Отанға қолдау көрсет дегенді айтып тұрасыз, сол сияқты. Енді іскери қатынастың мақсаты не? Іскери ресми стилдің мақсаты бір іске жұмылдыру. Түсінікті, көп рахмет Анар ханым. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.